Ғұмырым ұзақ болсын десеңіз, кім ғұмырын ұзартқысы келмейді? Дәрігерлер аталмыш мақсатқа жету үшін мынадай кеңестерді ұсынады. Бірінші, жаман әдеттен құтылу. Өміріңізді ұзартқыңыз келсе, темекіден, арақ-шараптан бас тартуға тура келеді. Екінші, артық салмақтан арылу. Артық салмақ жүріс-тұрысты қиындатып қана қоймай, тамыр жолдарына кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар артық салмақтың кесірінен диабетпен ауруыңыз мүмкін. Үшінші, қимылдау. Жүгіру, гимнастика, би, теннис, велоспорт, жүзу немесе жай ғана жүрудің өзі денсаулығыңызды мықты етуге әсерін тигізеді. Ойлау қабілетін нығайту. Ойлау қабілетіңіз жоғары болса, есте сақтау мен дұрыс шешім қабылдай білу қабілетіңіз мықты болады. Кроссворд шешіңіз, пазл жинаңыз, жұмбақ шешіңіз, әртүрлі логикалық ойындарға қатысыңыз. Бесінші, дұрыс тамақтану. Мейлінше көбірек грек жаңғағын жеп тұрыңыз. Ол қан тамырларын тазартып сақтайды. Мамандар аптасына 5 грек жаңғағын жеуге кеңес береді. Ал ағылшын ғалымдары көбірек алма жеуді ұсынады. Күнде алма жеп тұрсаңыз, өміріңізді 3 жылға дейін ұзарта аласыз. Алтыншы, күлу. Біз күлу өмірді ұзартады дегенді жиі естиміз. Антиоксидантпен тамақтану. Антиоксиданттар қартаюды бәсеңдетеді. Олар жасушаны нығайтып, әртүрлі органикалық байланыстарды қышқылданудан сақтайды. Антиоксиданттар орамжапырақ, шабдалы, құлпынай, сәбіз, өрі, көк шай, мүкжидек, анар мен балықтың құрамында болады. Өміріңізді ұзартатын тағы қандай жолдар сізге таныс?